Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 31 қаңтар 2026 Алматы қаласы. Эфирге шығып отырған себебім, қазіргі таңда елімізде жаңа ата заң жазылайын деп жатыр. Енді соған осы 21 қаңтар күні Астана қаласында 130 адамнан құрылған комиссия құрылған. Сол комиссия 6 отырыста осының жобасын жазып шықты. Енді бұған ешқандай бұл комиссияға бір ұлт жанашырларынан немесе азаматтық қоғамның өкілдерінен, желтоқсаншылардан, елге танымал азаматтардан бір азамат жоқ. Тек қана билік басындағылар, биліктің жандайшаптары және де соны қолдаған азаматтар. Жаңағы бұны кеше айтылып жатыр. Осындай өтініш арқылы азаматтар жолдады деп, бұлардың бәрін қаралды деп, бұл өте сырғытпа жауап. Қаншадан қанша хаттар жазып жүрміз, бірақ оған бір рет билік тарапынан біз жақсы хабар алған емеспіз. 现在我们在巴尔喀什湖的湖边，刚才查了一下历史，这个湖曾经还属于咱们。 Видеоларды көріп аламын. Бірінші видеомызда көріп отырсыздар, қазіргі таңда мына Қытай азаматы елімізге визасы кіріп алып, біздің елімізде жаңағы жерімізді даулап отқан көріп отырсыздар ағайындар. Бұл яғни жаңағы иті жоқ ауылдың сыртынан шошқа үреді деген сөз. Көріп отырсыздар. Біздің ұлттық қауіпсіздік комитетіміз, прокуратурамыз, ішкі істеріміз қайда қарап отыр деген сауал туындайды. В Алматинской области наблюдается наплыв нелегальных мигрантов из африканских стран, чаще всего из Нигерии. Они работают на стройках, в увеселительных заведениях и даже устраиваются шоуменами, чтобы выступать на казахских тоях. Но, к сожалению, у большинства граждан африканских стран нет нужных документов, поэтому они скрываются от миграционной службы. Африкадан келген азаматтар жаңағы визасыз режиммен келіп, елімізде сайран салып жүрген көріп отырсыздар. Бұлар енді жаңағы заңсыз жүрген мигранттар екен. Енді оны біздің ішкі істеріміз, прокуратурамыз енді көріп қалыпты. Енді тағы тойшыл қауымға айта кететін нәрсе, тойға шақырады осы қарабалдарды. Соларға өтірік қана фонограммамен екі өлең айтып береді, немесе билеп береді. Соған мына құлақтарының алтын сырға мынандайлар тоқтатыңдар. Қазақ азаматтары, тойшыл қауым. Сол өлеңді біздің азаматтарымызды айтып береді фонограммамен. Алматыда студент қызды зорлауға оқталған Үндістан азаматы ұсталды. Жәбірленушінің анасының айтуынша шетелдік ер адам 17 жастағы бой жеткенде ағаштардың арасына көзден таса жерге күштеп алып кеткісі келген. Ең сорақысы күдікті азғындығын мүгедектігі бар қызға жасамақ болыпты. Индиядан келген азамат визасы кірген. 17 жастағы қызымыз, студент қызымыз зорламақ болған. Анасы айтып отыр, қыздың денсаулығы да жоқ екен. 这是他们的人口200万的大城市，大家看一下他们这里美丽的风景，俯瞰全部的城市风光。那么除外，这个城市美女很多，他们的男女比例严重失调。但是对于我们中国男人来说，我们要致力于推动中国有其他方面的不同志，要联合起来，整合起来，为振兴我们民族的男人而。 Енді азамат көріп отырсыздар, қазіргі таңда Астана төбемізге шығып алып, көк төбемізге Алматы қаласында келіп, 2 миллион халқы бар, үлкен қала екен, қаланың бәрін жоғарыдан көруге болады екен, бұл жерде әйел заты көп екен. Мына біздің азаматтарымызға, жігіттерімізге осыға келіп, біздің ұрықтарымызды өндіруге жол ашылып отыр. Одан да біздің басқа да тапсырмаларымыз бар деп. Яғни ол басқа тапсырма қандай тапсырма деген сауал туындайды ағайындар. Енді көріп отырсыздар ағайындар. Бұл деген сөз не? Бұл біздің ұлтымыздың намысын таптап отыр. Біздің жаңағы мемлекетімізге, біздің болмысымызға сонда бізді менсінбей отқан көріп отырсыздар. Біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті мұның үстіне қылмыстық іс қозғалу керек. Жаңағы Қытайдың үстінде, бұл Қытайдың үстінде. Ұлт араздық 172 бап бойынша. Дос балдарым өзбекте, паштунде, түркменде. Сонар менден сұрайды, сен не үшін кетмейсің Қазақстан деп. Оларға айтып жүрмін, біз алып кете Қазақстан кетеміз деп. Құдай қаласа кетсек, сол өз елімізге қосылсақ. Бұдан кейін видеомызды көріп Ауғанстаннан келген қандастарымыз елге келгісі келеді, бірақ біздің билік басындағы азаматтарымыз, сыртқы істеріміз оларды қабылдағысы келмейді. Ирандағысы бар, басқасы бар, Ауғанстандағысы бар, Пәкістан. Құрметті қауым, маған жаңа ғана Пәкістан мемлекеті Карачи қаласынан Хамид Жорабай деген қазақ бауырымыз хабарласты. Оның айтуынша, осыдан 2 жыл бұрын 40 жанұя 300 қазақ Ауғанстаннан Пәкістанға босып барған. Енді Пәкістанға келген кезде осы 300 қазаққа Пәкістанның Қазақстандағы елшісі келіп, олардың жағдайын көріп, оларға көмектесуге уәде берген.
Енді міне осы 2 жылдың ішінде Пәкістан мемлекеті осы 30 тамыз күні осы 300 қазақты қайтадан Ауғанстанға депортация жасайтынын мәлімдеген. Мынау депутатымыз Ерлан Саип деген азаматымыз осы биыл үндеу тастап сыртқы істерге жаңа 40 отбасының 300-дан аса қандастарымызды Пәкістаннан Ауғанстанға депорт болайын деп жатыр, елге алып келейік деп үндеу тастап жатыр. Өкінішке орай одан ешқандай билік тарапынан біз көрген жоқпыз. Мыншама қазақ міне бала шағамен үлкен кішісімен тұрмыз міне. Қарлы боранға қарамай. Қазақстанға біздің аз қандастарымыз визасыз визамен кіреді екен, визасыз кіре алмайды екен. Ал Қытайлар визамен кіреді, визасыз кіре жатыр. Мен көріп отырсыз ағайындар. Енді 60 мың Қытай азаматтық алған, 25 мың қызымыз Қытайларға тұрмысқа шыққан, солардың ұрпақтарын өлтіріп жатыр. 635 мың Қытай қазіргі таңда елге кіріпті 24 жылы. Ассалаумағалейкум. Ұлтарақтай жер үшін жанын берген батыр қазақтың намысты ұрпақтары, ен жатқан жер жау шақырады деп бабаларымыз қалай айтқан десеңші. Жақын уақыттағы Қытаймен арадағы визасыз режимнен кейін күніне жүздеген Қытай ағылып келіп жатқаны біреуге белгілі, біреуге белгісіз. Балақтағы бит басқа шықты ағайын. Мұна әйел сенімді деректерге қарағанда Қытайдан келіп Қазақстан азаматтығын алған Қытай әйел екен. Алматының 3-4 жерінде үлкен сауда орталықтары. Енді азаматтық алып алған Қытайлар көріп отырсыздар. Біздің жерімізді саудалап, сауда орындарымызды басқалайда үлкен жаңағы сауда орындарын ашып, басқа да асханалар ашып, техникалық жөндеу орындарын ашып жатқанын естіп көріп отырсыздар. Міне біздің жаңағы атам қазақта жақсы сөз бар. Қыздың бұзылған, ұлттың бұзылғаны дейді. Ұлдың бұзылған, рудың бұзылғаны дейді. Иті жоқ ауылдың сыртынан түлкіреді дейді қазақ. Қызды қырық үйден тыю, немесе қарақұлдан тыю деген қазіргі таңда қарақұлға қыздарымызды қосып қойдық. Оны біз намыстанбайтын да болдық. Қазіргі таңда оны көрсетіп, әлеуметтік жерден мақтанатын да болдық, қыздарымыз осындай болды. Бассыз үйдің иті осырақ дейді. Осы жерде ұят жабағайды. Жаңа не дейді? Жаман үйдің құдағы билейді дейді. Мұны көріп отырсыздар. Құдағы билеп төбемізге шығып, жаңа екі Қытай бар, басқа азаматтар жаңағы шетелден, Африкадан келген азаматтарды көріп отырсыздар. Міне, ағайындар, мұны жаңағы бізге визасыз кірудің қандай әсер болатынын көріп отырсыздар ағайындар. Енді бұған айта кететін нәрсе, мынау жаңағы азаматтық туралы айта кетейік. Азаматтықты Қазақстан азаматын баяғыда 3 айда, 3 жылда, 5 жылда азаматтық беру жалғасып жатқанын көріп отыр. Олар азаматтық беріледі деген заң аясында, бірақ олар біздің правасымызбен тең болады екен. Жаңағы конституциялық заңдарда және де халықаралық шарттарда көзделген дейді. Жағдайлар шетел азаматтығын жоқ адамдар дейді. Азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасы заңдарына бізбен бірдей екен, тең екен. Мен көріп отырсыздар. Енді мына жер мәселесі, одан кейін пайдалы қазбалар мәселесінде қазіргі таңда ол жерде пайдалы қазбаларды халықтық екен, бірақ халықтың атынан мемлекет жекешеге де береді екен, жаңағы шетел азаматтарына да беруге құқығы деп жазып отыр. Енді түйін сөз. Көріп отырсыздар ағайындар, қазіргі таңда мына визасыз режим тоқтатылу керек. Мынау Таиландатып, жылдап жүріп отыр. Қытайлары бар, африкалықтары бар, вьетнамдықтары бар, тағы да үнділері бар, басқалары бар. Қазіргі таңда 100 мемлекетті ұрандатты біздің билігіміз. Ойбай кіргіземіз деп. Сосын қазір. Бұл тоқтатылу керек. Визасыз режим деген бір аптаға келсін. Бірақ келіп қайтып шығып кетсін. Мынандай Таиландда жүру тоқтатылу керек. Екінші мәселе, 3 жылда, 3 айда, 5 жыл азамат беріп тоқтатылу керек. Шетел азаматтарына, әсіресе Қытайларға 50 жылда азамат беру керек. Бұл менің үндеуім. Жаңағы 130 азаматтарға комиссия мүшелеріне, мүмкін біреу болмаса біреу құлақ асатын шығар, құдай қалаған біреу жанып шығатын шығар ішінен. Шетелдегі тұрмысқа шыққан қыздарды жаңағы азаматтарға көріп отырсыздар. 25 мың қызымыз қазір Қытайларға тиеді, басқа ұлттарға тигендері бар, үндісі бар, басқа жаңағы африкалығы бар деген сияқты. Азаматтар бұл әлемдік тәжірибеде бар нәрсе ағайындар. Бұл мен жалпы қалдырымызға шығарып отырғаным жоқ. Енді халық кеңесі деген құрылған қазіргі таңда халық кеңесіне жаңағы мынау референдум жариялауға, одан кейін жаңағы Айдос Сарыбеков өз сөзін айтып кетті. Басымдылық беріліп отыр. Мынау Алатау Сити деген қала құрылып жатыр. Яғни Чайнатаун деуге де болады. Бұған жаңа басымдылық берілейді деп отыр. Одан кейін жаңағы халық кеңесінің арқасында, одан екінші мәселе мынау Астана қаржылық орталығына басымдылық берілейді деп отыр. Міне осындай жағдайлар. Одан кейін жаңа халық кеңесінің арқасында жаңағы біздің сөз бостандығымызға шектеу қойылады деген әңгімелер бар. Енді мынаған өз ойларыңызды жазыңыздар, құрметті желі қолданушы азаматтар. Билік бізбен құлақ асу керек, санасу керек. Бұл тарихи оқиға, бұл жаңағы біреудің жеке меншік емес. Билік басында бүгін бар, ертең жоқ. Президент бүгін бар, ертең жоқ. Халыққа жағдай жасалу керек, халықтың мұңын мұдайтын, жоғын жоқтайтын заңдар шығарылу керек. Тарқатыңыздар,
Сіздер де өз комментарийлеріңізді жазыңыздар, лайк қойыңыздар. Құрметпен қоғам белсендісі желтоқсаншы Құдай Абдуллаев. Мына видеоға қоса кетерім, кешке мынау ата заңның жобасы шықты. Оған бүкіл халық наразылығын білдіріп отыр. Мен өзімнің кеше айттым видеода тағы да шегендеп айта кетейін. Бірінші, мемлекет азаматтық беруді қолға алу керек. 3 айда, 3 жылда, 5 жылда азаматтық беру. Бұл не деген бейшаралық? Бұл не деген сорақылық бұл? Мынау араб елдерінен тәлім алыңдар сендер. 50 жылда, 100 жылда береді. Бәрде сондай болу керек. Қытайлықтарға берілмеу керек болды. Екінші мәселе, визасыз кіріп көріп отырсыңдар ма видеоларда? Басымызды аңғы таяқ ойнатып отырғанын көріп отырсыздар. Визасыз режим бір аптадан артық болмау керек. Тоқтатылу керек бұл нәрсе. 100 қарал мемлекетті визасыз кіреміз деп жарияға жар салдыңдар. Міне нәтижесі. Одан кейінгі мәселе 25 мың қызымыз қытайлықтарға тиіп отыр. Ол басқа ұлттар білмейміз біз. Бұл да тоқтатылу керек. Шетелге тиген азаматтан айырылу керек. Ол кімнің қызы болса, оның қызы болсын. Одан кейінгі мәселе жер мәселесі. Қазіргі таңда 100 мың гектар Қытайға қалған жер беріп жатсыңдар. Тоқтатылу керек бұл нәрсе. Халықтың меншігі болу керек Қытай жер. Байлығымыз да дәл солай болу керек. 21-ші заң шығарылған. Жер сатылмайды, жалға да берілмейді. Өз азаматтарымызға Қытай азамат байлықтарымыз да дәл солай болу керек. Бұл шегенделу керек ата заңда. Одан кейінгі мәселе Алатау Сити деген қала салынады. Бұл не мақсатта салынып жатыр деген сондай. Қытайлардың қаласының керегі жоқ бізге. Осы қалаларымызды өркендетіп алсақ та жетеді бізге. Тоқтатылу керек бұл нәрсе. Одан кейінгі мәселе жаңа отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимылдар заңын қолға алайын деп отыр. Бұл заң күшіне енетін болса, отбасыларға ойлап түсейін деп тұр. Балдарымызды тартып алатын заңға күшіне енейін деп тұр. Одан кейінгі мәселе мынау масс медиа, яғни мынау сөз бостандығын тоқтатуын шектеу қойылайын деп тұр. Бұнда тоқтатылу керек. Бұл да есебінен. Одан кейінгі мәселе президентке ешқандай жаңағы ол қызмет бабымен ешқандай іс қозғалмайды деп тұр. Сонда президент білген істей беру керек пе? Атып, асып, қамап бәрімізді қорғай беру керек пе сонда? Заң мен соттың алдында теңдігіміз қайда? Бұл да қайта қаралу керек. Содан кейінгі мәселе азаматтық қоғам мүшелері енгізілу керек. Есенғазы Қуандық ағамыз сияқты азаматтар, Нұртаза Қадырниязов сияқты, Рысбек Сәрсенбай сияқты ағамыз, Леспек Байжанов сияқты ағамыз, Кенжебек деген ағаларымыз бар Шымкентте тұр. Астанада да, жерде де жетеді. Одан кейін мына билік басындағы азаматтар, осыны қолдап жүрген депутат мырзалар, сендер ұлтқа, мемлекетке қызмет етіңдер, билікке емес. Мына көрдіңдер ғой жаңа Қытайды видеода. Біз мемлекетімізге, ұлтымызға қызмет етуіміз керек дейді. Солардан тәрбие алыңдар. Аман болыңыздар. Тақадуға атсалысыңыздар.